Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі хандық дәуір әдебиетіндегі дәрісіміз шал ақын. Шал ақынды 15-18 ғасырда әдебиеттің көрнекті тұлғасы ретінде танимыз. Ол 1748-1819 жылдар аралығында өмір сүрген. Шал ақынның шығармалары қазақ әдебиетінде маңызды орын алады. Шал ақынның өмірбаянына, деректеріне сүйенетін болсақ, Атығай руынан шыққан. Әкесі атақты Құлеке батыр, анасы Үйсін Төле бидің қызы ретінде танымал. Сонымен қатар Шал ақын өзінің өлеңінде өлеңге тоқтамайды шал дегенің, болмайды қойға пана тал дегенің, таң ата жалаң аяқ тоқты арқалап, хан ата қалай екенін мал дегенің, сыйлайды ханымыз деп үлкен кіші, біреудің жақын деме жақсы кісі, тақтаған хан, топтаған би еңкейткен, ханда ата қалай екен малдың күші. Яғни Шал ақынның текті ұрпақтан шыққандығын, батырлар әулетінен шыққандығын байқаймыз. Осы жаңа айтап өткен өлеңінен әкесі Құлеке шалдың үлкен бір ақын болатынын аңғарады. Шал ақынның ақындық жолы 15 жастан басталған. Яғни ол төкпе ақын, суырып салма ақын ретінде ел жадында сақталып отырған. Негізгі тақырыптары толғауларының өлеңдерінің адам өмірі, өмірдің мәні, дін туралы жырға қосқан. Шал ақынның шығармашылық мұрасы өлеңдері барлығы 1000 жолға жуық. Жанрлары нақыл сөз, философиялық толғаулар, лирикалық өлеңдерге жатады. Шығармалары халықтың жадында ауызша жазылып сақталды. Ең алғаш шайыр көксілдір жинақтарында 1910 жылы Қазан қаласында басылып шықты. Шал ақынның өлең жырлары кезінде ел арасында кеңінен таралған. Қазірдің өзінде ел аузында сақталып қалғандарының өзі де бір сыпыра. Ұқыптап ескірілмегендіктен оның шығармалары осы күнге дейін зер салып қарасақ өзектілігін жоғалтқан емес. Әйтсе де ақындық қалпын анықтауға толық негіз боларлықтай шығармалары бар. Шалдың бізге жеткен шығармаларының негізі әр жылдарда, әр түрлі жинақтарда басылып шықты. Ең алғаш Шал ақынның шығармаларының көркемдік ерекшеліктерін, тақырыптық аяғысының философиялық ойдан құралғандығы туралы Шоқан Уәлиханов зор баға береді. Шал ақын өлеңдерінің негізінен суырып салып шығарған десек те, өлеңдерін хатқа түсірлік сауатты болған, оны айғақтайтын өлеңдері де жеткілікті. Оның өлеңдерін оқи отырып, Шал ақынның қай дәуірде өмір сүргені, кімдермен қатарлас болғандығында аңғарамыз. Мен өзімді талай сөзді хатпен жазғам. Әзілден мерт болады артық қазған. Өткен іске өкінсем өмірім зая, тұяғыма ілінгенді қайта жазғам. Шал ақын өлеңдерінің тақырыбы жағынан өте кең. Ескі ауылының алуан түрлі тұрмыс тіршілігіне қатысты жайлар, этика, мораль мәселелерін өлеңдерінің негізгі объектісі етіп алған. Адамдық, арлылық, адалдық, намысшылдық ақын шығармаларының негізгі желісін құрайды. Өтірік пен өсек, еңбексіздік, жалқаулық, еркек үшін де, әйел үшін де еңбек етпеген азғындық қасиеттердің басы ретті сипатталады. Шалдың өз басы кедей болған адам, оны мына бір шумақтар өлеңдерінен байқауымызға болады. Кедейлік жабыстың ғой бала жаста, мені ұятты қылдың ғой қарындасқа, аш бөлімнен құшақтап айырылмайсың, көз танысаң жоқ беді менен басқа дейді. Яғни оның әкесі де, өзі де елі үшін соғысқан, ел іргесінің бұзылмауына ат салысқан қарапайым жандар. Сондықтан да болар ақынның көп жырлаған тақырыбы кедейлік болып саналады.
Кедей тақырыбы қазақ поэзиясында тұңғыш рет шал шығармаларында жеке тақырып дәрежесінде көтеріле сөз болады. Кедейліктің табиғатын жақсы таныған ақын бұдан құтылудың бірден бір жолы ретінде еріншек болмай еңбек етуді ұсынады. Кенже ұлы кедейліктің ұйқы мырза, ерте жатып кеш тұрса жаны ырза, біразырақ бас қосып кеңесейік, сәлем айт еріншекке келсін мұнда. Яғни жалқаулықтың, біздегі жатып ішер арам тамақтардың пиғылдарын суреттеп отыр. Адамның жасы, жастық шақ және кәрілік туралы өлең жырлары қазақтың ауыз әдебиетінде ертеден бар. Бірақ шал ақында бұндай тақырып жеріне жеткізе жырлаған ақын болған соң, сондықтан да қазақ поэзиясында адамдардың жас ерекшелігіне байланысты жырлаған шал ақынның толғауларын ерекше бағалаймыз. Мысалы, бір жаста, екі жаста бесіктемін, 5 жаста тәңір берген нәсіптемін, 6 жаста қайыңның тозындаймын, 7 жаста ойпаң жер бозыңдаймын, 10 жасында сүт емген қозыңдаймын. 8-де бала болып ойнап едім, 9-да тайлы суға байлап едім, 15 деген жасымай жарға ойнаған лақтай деп әрбір жастың ерекшелігін атап өтеді. Адам ғұмыры туралы жазылған өлеңдерінің желісі кәрілік туралы өлеңдермен де аяқталады. Шалдың екі көзі жайнап жатыр, кеудемде нәпсі шіркін қайнап жатыр, байлауды арқаным жоқ, қызығым жоқ, қайтейін кәрілік шіркін байлап жатыр дейді. Яғни шал ақынның қартайып барып дүние салғандығында аңғарамыз. 50 жасқа келген соң пірдің сөзін сақтадым дегеніне қарағанда, жасы ұлғайғанда ислам дінін қабылдап, ислам дініне бет бұрғандығында байқаймыз. Бұрынғы ақын жыраулар дін туралы сипай ғана айтып кетсе, шал ақын дінді арнайы сөз етті. Мысалы, толғауына тоқталайық. Жаратты Мекке менен Мәдинаны, жаратты иман дұға шын дүнияны, Мұхамбет үшпу жүрген үмбетіне жаратты сынамаққа бұл дүнияны. Жаратып 18 мың ғалам етті, бірісін ғалым, бірісін надан етті. Жаратып жын періні отпен нудан, жаратып топырақтан адам өтті дейді. Бұл шумақтардан, яғни діни сауатты болғанын анық байқауға болады. Сонымен қатар шал ақынның өлең өлшемдері көбінесе 11 буынды болып келеді. Көркемдік ерекшеліктерінде теңеу, метафора, символдарды шебер қолданған. Ұйқасына келетін болсақ, редифтік рифмаларды жиі қолданған. Шал ақынның философиялық көзқарасы ең бірінші өмірлік тәжірибеге негізделген, терең ойлар айтқан, әділеттілік пен теңдікті жырлаған, адамгершілік құндылықтарын насихаттаған, арамдық, адалдық, жалқаулық, еңбекшілдік, қулық мәселесінде шал ақын сөз қозғап отырған. Сонымен қатар ақынымыз көп өлеңдерде жастарды ибалы, әдепті, қайырымды болуға шақырады. Ары жаны таза мәдениетті жасты аңсаған ақын ондай абзал адамдарды алдына зор мақсаттар қоя біледі. Білім алғандар парызы еліне, халқына пайдалы қызмет ету деп ашық айтады. Мысалы, мына бір толғауына назар аударайық. Майда бол, жігіт болсаң тал жібектей, жармайды қатты болу тікенектей, білімің болсаң дағы ұшан теңіз, пайда жоқ өз халқыңа қызмет етпей. Қанша білімді болсаң да, қанша адал болсаң да, халыққа еңбек етсең, сонда ғана бағаланатынын айтып өтеді. Шал ақынның өлеңдері ойды қысқа, нұсқа жеткізгендігі, бейнелі сөз қолданысы арқылы әсерлі жеткізгені, яғни тілі де өлеңдері жеңіл, түсінікті, жаттауға өте оңай, қолайлы. Адамның артықшылықтары, адамдық қасиеттері туралы, жақсылығы көпке, туған елге пайдалы болуы деп түсінеді.
Ашқарақ, Сұғанақ, Арызқой, Пасық адамдар тобына да ақын қадала түседі. Бұны да толғауларына өзек етіп алады. Өзімшіл, күншіл, пасықтарға жаны таза жақсы адамдардың адал ниетті ізгі істерін қарсы қоя жырлап, салыстырып беріп отырады. Үлгі өнеге алуға үндейді. Шал ақынның әдеби мұралар қатарында елеулі орын алып иеленген өлеңдерлегі арнаулардан тұрады. Ақынның нақты бір адамға арналған мұндай өлеңдері көбіне көп орайда адам мінезін сынаумен, ел арасындағы жағымпаз адамдарды көріп қалса, сол адамға арнаумен арналған. Шал ақынның сатиралық суретте жасауға шеберлі жарқырай көрінеді. Мысалы, айта берсе таусылмас шал кеңесі, мешкейдің желіншек өтер кең өңеші, алдына келген асты жаудай шабар, басқаның болса дағы несібесі, құр мен дуадақ шөлді біледі, қарға мен құзғын елді біледі, ұятсыз баспен жамбас қойсаң, қорқау қасқыр секілді жеуді біледі деген өлең жолдарынан ел билеген хандардың, билердің әділетсіздігі немесе халықтың игілігін жеп жатқан тұстарын осы бір әжуа, сын, күлкілі сипатпен жырға қосып отырған. Мәселен, әкесі Құлекке өлімге байланысты жұбатуда ол алғашқы шумақтарда әкесінің қадір қасиетін, тірлікте атқарған ісін, батырлығын, әке өлімін былай деп жырға қосады. Кешегі дулап жүрген ер Құлекке, су тиген сөне қалдың өрттей болып деп бейнелеп жеткізеді. Әкесінің батыр болғандығын жырға қосып дәріптейді. Астынан қара тастың су көтерген, мұнарды суға түскен бу көтерген, бәрі де туған жаның өлмей тұрса, бұрынғы батыр қайда ту көтерген деген өлең жолдарынан философиялық, риторикалық ойға сүйене түйіндейді. Ақынның жоғарыда аталған екінші жұбатуында осы үлгіде келеді. Ақынның толғаулары мен өлеңдері арнаулары жұбатулардан тұрған. Өз әкесінің ерліктерін дәріптей келе, барлық адамдардың ең соңында баратын жері өлім, қара жер екендігін жырға қосып айтады. Шал ақын поэзиясының педагогикалық тәрбиелік мәні өте жоғары. Тарихи құндылық деп білеміз. Өз дәуірінің шындығын бейнелейтін тарихи дерек көз ретінде сипатталады. Қазақ поэзиясының дамуына өзіндік үлес қосты. Яғни бұдан кейінгі ақындарымыз шал ақынның үлгісінде жазып жатыр. Яғни рухани құндылық деп отырғанымыз философиялық ойлары бүгінге дейін өз өзектілігін жоғалтқан жоқ. Назарларыңызға рахмет.